Пайғамбар Мұхаммед алейхиссалату вассалам бір хадисінде айтады: Мафатихул ғайби хамсун дейді. Ла я'ламуха иллаллах дейді. Ғайыптың кілті бесеу дейді. Оны Алладан басқа ешкім білмейді дейді. Мына 5 нәрсені Алладан басқа ешкім білмейді и біле алмайды. Қандай нәрселер? Оны Аллатта Құранда пайғамбар алейхиссалату вассалам осы сөз айтқаннан кейін Құрандағы мына аятты оқиды. Инналлах айндаху айлмусса. Алла тағаланың қасында бірінші кетті міне. Қияметтің қашан болатындығы туралы білім Аллада дейді. Айлмусса ва юназзилул ғайс. Жаңбырдың жауы. Бәріне тоқталамын иншалла. Ва я'ламу ма фил архам. Ананың жатырындағы жатқанды. Ва ма тадри маза таксибу. Ва ма тадри нафсум маза таксибу ғадан. Ешбір адам ертең өзімен не болатындығын білмейді. Ва ма тадри нафсум би ай ардин тамут дейді. Және де ешбір адам білмейді қай жерде дүниеден өтетіндігін білмейді. Мына 5 ғайып мынау. Мына 5 ғайыпты Алладан басқа ешкім білмейді дейді. Инналлаха айндаху айлмусса. Қияметтің қашан болатындығын тек қана кім біледі? Алла ғана біледі. Пайғамбар алейхиссалату вассалам осы дінді көтеріп келген адам, бірақ ол кісіден ешқашан естемеген, қиямет күні осы күні болады деп айтпаған. Пайғамбар алейхиссалату вассаламға Джибрил періште адам кейпінде келген кезде айтады: Я Мұхаммед, ахбирни анисса деді. Маған қиямет туралы хабар бер деді. Мал масулу анха би алама минас-саил деді. Мына сұрап тұрған адамнан қарағанда сұралып жатқан адам көбірек білмейді деді. Мен білмеймін деді. Қашан қиямет болатынын білмеймін деді. Белгілер бар деді. Белгілерін айтып кетеді сол хадисте. Бірақ қашан нақты болатындығын бір Алла ғана біледі деді. Одан кейін басқа бір хадисінде пайғамбар алейхиссалату вассаламға бір жігіт келеді де сұрайды да: Я Расулалла, мәтәса? Қашан болады қиямет, я Расулалла деп открытый сұрақ қояды ғой, ашық сұрақ қояды да осындай. Қашан болады деген. Пайғамбар алейхиссалату вассалам бірден бүйтіп жауап береді да: Ма аадатта лаха дейді. Сен оған не дайындадың дейді. Қияметтің қашан болатынын саған не керек? Ол болатыны анық. Бірақ сен өзің ол қияметіңе не дайындап жатсың дейді.